Сәлем достар. Қазір мен сендерге бірнеше көретемін. Бұн Америкал ништа. Сен оны гашай аласын, бітіңді кергетпай-ақ, дауысынды да қойланбай-ақ, барлығыны нейросистема арқылы гашайсыз, еге ең баштысы бұл толқайт екен. Қазір көрген видеон ол жасанды интеллект арқылы жасалған адам. Бірақ осы адамымыз бәрін шын айтып жатыр. Өйткені сіз қазір көріп отқан бейнероликтан көптеген тегін ақпаратты алатын боласыз. Біріншіден, американский нишаға қатысты 2D анимацияны жасанды интеллект арқылы жасап үйренесіз. Екінші, жасанды интеллектті қазір сәтте бәрі құнды болып кеткен. Яғни подписка жасау керек. Бірақ та мен сізге қазір оның бәрін жолын өтіп, тегін қалай видеороликтарды жасау керектігін қазір сіздерге көрсетіп үйретемін. Оның ішінде нейросеттер кіреді, Grok, Seedance, Kling, Sora, соның бәрін сіз тегін түрде қолдана аласыздар. Үшінші пайдалы ақпарат, сіз CapCut приложениясын, премиум версиясын тегін түрде қолдана аласыздар. Өздеріңіздің лөпілдеріңізді басып, комментария кез келген сөзіңізді жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, колокольчиктарыңызды қосып қойыңыздар, өйткені келесіде тағы да сіздерге қызықты ақпараттарды дайындап қойдым. Ал мен бастаймын. Так, нишамызды бірінші анықтап алайық. Қандай ниша жасаймыз? Бұл 2D анимация қатысты. Яғни бізде Қазақстанда 2D анимация жағынан Алдар Көсе деген бізде персонаж популярный болып есептелінеді. Алдар Көсе десе бізде мультфильм көз алдымызға келеді. Ал Америкада популярный персонаждар мультфильм жағынан ол Poppy Playtime'дағы персонаждар, сосын Amazing Digital деген ішіндегі персонаждар, Хаги-Ваги деген сияқты, соларды қатысты 2D анимация біз жасайтын боламыз. Оған қатысты мен конкуренцияда бір арнаны таптым. Яғни мен бұны бұрыннан бері бақылап келе жатырмын. Қазір сәтте 15 миллион оқырманы бар, 722 видео салған екен, және де бұлдың монетизацияда қосылған. Әр видеосы жоқ дегенде миллиондап қаралымдар жинап жатыр. Осының ішінде біз де осыған ұқсатып видео қазір жасайтын боламыз. Так, маған мысалы мына видеоролик көрдім. Мұны аяқта 2,7 миллион қаралым жинаған екен, одан кейін басқа версиясын шығарған. Біз қазір семен бірге отырып, осыған ұқсастырып, бірақ басқа видеоролик 2D анимацияда жасайтын боламыз. Нейросет арқылы кеттік. Нишаны таңдап қойдық, енді бізге ChatGPT-ға өту керек. Бізге енді кадр бойынша сценарийді жазу керек. Мен блокнотқа дайындап қойдым, бастапқы кадрларымызды. Мұны скопировать етіп алам. Және астына түсіндіремін. Жалпы не мен сұрағым келіп тұр. Я хочу создать шортс-видеоролик в формате 9:16. Стиль 2D анимация, как показано на скриншоте. Мне нужно сделать похожий ролик, как у конкурента. Но не точно копия, а слегка измененную версию в том же стиле. Яғни мына жақта мен кадр бойынша не істеу керектігін персонаждарды толықтай айтып кеттім. Жақсы, енді қазір жіберемін. Бізден ChatGPT-ден жауабын күтеміз. Так, бізге жасап берді. Енді мен бұған айтамын. По кадрам создай мне картинки. Первый кадр создай. Енді бұл маған қазір бірінші кадрды жасап береді. Мен бұны аламда видеоға айналдырамын нейросет арқылы. Егер де сізге осы текст керек болса, мен телеграмға қалдырып кетем, телеграмын таба аласыздар. Так, мынау конкуренттің скриншоты, осы видеоны еске сақтап алыңыздар. Маған больше мынау ұнап тұр, өйткені ракурс алыстан көрсетіліп тұр. Сондықтан осыны таңдайық. Все, мұны таңдадық. Енді кеттік дальше. Екінші кадрды жазамыз. Яғни қазір осы бағытта мен қазір 6 кадр, яғни 6 картинканы дайындаймын. Так, қараңыздар достар. Барлық кадр дайын. Бірінші кадрымыз осылай болды. Екінші кадрымыз мына жақта ұйықтап жатыр, бірақ та бұл жақта маған ұнаған жоқ, өйткені мына есік бар, қасында бір есік тұр. Дұрыс жасамады. Мен оны байқамай қалдым. Үшінші кадр деп жаздым. Соны байқағаннан кейін осыны жасауға кірістім, яғни өзгертуге дұрыстап жасап берші деген сияқты. Кішкене түсінбеді, бірақ
түбінде маған осылай жасап берді, мен жарайды, оған да келістім. Дальше кеттік 4-ші кадр, мен 4-ші кадрда уже басқашалай ұйықтап жатыр. Жақсы, 5-ші кадр. Мына жақта қайтадан сол билеп жатыр, негізі басқашалай билеу керек. Мына ұқсап тұр. Мейлі, оған да көз жұмдым, егер видео жасаған кезде екеуінде екі түрлі би болады деген ойдамын. 6-ші кадр кетті, бізде қайтадан ұйықтап жатыр. Болды. Осы бізбен бітеді. Яғни мына ұйықтап жатқан кадрларды бізге видео жасап керек емес. Тек қана осы билеп тұрған, әнін айтып тұрған кадрларды бізге қозғалту керек. Яғни 2D анимация ретінде жасау керек. Жақсы. Енді картинкалардың бәрін скачать етіп дайындап қойдым. Келесі қадамымыз жасанды интеллектке өтіп видеоролик жасау. Бізге осы сайт көмектесетін болады. Сайттың аты RoboNeo деп аталады. Бұл сайттың сілтемесін менің телеграм группамнан немесе осының описаниясынан таба аласыздар видеороликтің. Және де комментарий қалдырып кетіңіз, что жалпы кіресіздер, бұл жақта регистрация өтесіздер. Регистрация өткен кезде сіздерге мынандай тегін 70 сәбіз береді. Бұл жақта монетаның орнына сіз сәбіз қолданасыздар. Және де сіз өзіңіз реферальный программа арқылы шақырсаңыздар, әр адамға шақырған адамға 50 сәбіз береді. Бұл жақта андай ол там подписка жасау керек деген әңгіме емес, просто регистрация өткен кезде сіздерге береді. Жақсы. Енді бұл жаққа видео жасау үшін бір көз жүгіртіп кетейік, мысалы қараңыздар. Мына видеоролик TikTok'та негізі популярны болып жатыр, осыны видеоролик сіз осы жақта жасай аласыздар. Қызық болса, келесі бейнероликті бұны көрсетсем қалай жасау керектігін. Так, біз енді темадан алыстамайық. Жаңа проектті басамыз, мына екіншісін таңдайсыздар міндетті түрде. Workflow деген. И бізді интерфейс қылақтырады. Бұны сіздер телефон арқылы жасасаңыздар да болады, бірақ кішкене қиынырақ болады интерфейс. Бірақ үйреніп кетесіздер телефон. Бірақ бұл удобно компьютер арқылы, өйткені мынандай интерфейс бар. Сіздерде бастапқыда аяқта бір нелер тұрады. Обучение ретінде басқа бір проектілер тұрады. Сіз осының бәрін выделить етесіздер де, сосын Escape басасыздар. Яғни бәрі удалить етіп тастайсыздар. Проект создать ету үшін плюсті басамын. Мына жақта сіздер текст ретінде ойлап тапсаңыз болады, жасасаңыз болады, картинка бойынша жасасаңыз болады, видео бойынша және де аудио бойынша. Бізге қызықты қазір видео, яғни картинкадан видео жасау. Именно мына image to video осын басамын, бізге осындай мод дайындап берді. Мышканың ортасын басып, сіздер мынаны қозғалта аласыздар былай. Ал бұны үлкейтіп жақындату үшін Ctrl-ды басып тұрасыздар да, мышканы бұрасыздар, немесе жақындатасыздар. Осылай сіздер қолданасыздар. Да, имейджға мен бағанағы фотоны салдым, бірінші кадрда, текстқа. Яғни біз қайтадан ChatGPT-ге өтемізді, бірінші промптты көшіріп аламыз. Бірінші кадр, 0,2 секунд. Аяққа қоямын. Енді видеоға қатысты қандай модты қолданамыз. Мен өзім қазір Kling i3-ті қолданғым келіп тұр. Негіз көбісі Grok-ты қолданады, бірақ білмеймін, Kling 3-ті қолданам. Наяқта еще Sedanes деген 50 марков, яғни мықтырық жасап береді сияқты. Мен бірақ осын қолданғым келіп тұр, сондықтан Kling i3 таңдаймын. Так, бізде секунд таңдайсыздар, 15-тен 3 секунд аралығында. Біздің әр кадрымыз негізі 2 секундтан тұрады, бірақ 3 секунд минималь болып тұрған, 3 секунд таңдаймын. Наяқта Customize ұстыра береді. Звук керек па? Жоқ, мен жоқ деймін, өйткені маған звук керек емес, мен өзім қоямын. Егер де қоямын десеңіздер, оның өзі де марков тұрады, сондықтан бізге былай жасасақ 15-ақ марков кетеді бір кадрға. Все жақсы. Енді run деген басамын. Енді достар, нәтижесі шықты. Үлкенге үлкетейік. Осылай. Болады, Болады, достар, болады. Жаман емес. Бұны скачать етіп аламыз. Енді осылай қазір тағы 2 кадр жасайтын болам. Да, екінші кадрда бізде ұйықтап жатады, оны видеоға жасамаймыз. Үшінші кадр бізде билеп жатады. Ол промптты мені алып скопировать етіп мынаяққа қойдым. Фотосын мені салдым. Фотоның каждый раз создавать етпейсіздер, бұл модтыш. Просто үстінен қоя бересіздер. Мысалы бүйтіп үстінен қоя саласыздар, болды. Так, енді қараңыздар, тағы да мынаны скачать етіп алғаннан кейін қайттан run деген басамын. Үшінші мен 5-ші кадр ұнамады, өйткені екеуі бір-біріне ұқсап қалды, сондықтан все-таки мен өзгертуге шешім қабылдадым. Енді қазір кішкене басқашалай болып тұр, сондықтан осы жарайды. Так, енді қазір кіремін. Біздің соңғы видеомызды жасалынды.
енді келесі сол видеороликтарды қосып бір видеоролик шығару. Жақсы, енді бұны жабамыз. Айтып кеткенде бұны сілтемесін бәрін мен телеграмнан таба аласыздар. Енді CapCut'қа өтеміз. Айта кетейін, бастапқыда менің қазіргі версиям 6.01. Новый версиялар уже 8.3, уже айдалада жүр. Бірақ та мен бұны обновление жасап жатқан жоқпын, өйткені осы версиясы маған премиум версиясы тегін беріп жатыр. Іс қимылдары бар, оны қазір жасап көрсетемін қалай екенін. Бірақ та сіздерді 8.3 версиясымен отырсаңыздар, уже компьютеріңізде болса, онда мен істеген іс қимылдарды сол версияда істеп көріңіздер. Егер де істеген жағдайда міндетті түрде компьютер жасап кетіңіздер, мен де обновление сол кезде жасайтын боламын. Материалдардың бәрін жинадым. Енді мына бірінші кадрды саламын. Мына жақта соотношение сторон сразу қойып аламын, 9:16 қалдырып. Все, бізде етекті картинкамыз 9:16 екен, жақсы. Одан кейін бізге ұйықтап атқан жері болу керек. Бірінші осыдан бастаймыз. Одан кейін бізде келесі нақты билеп атады. Сосын қайттан ұйықтап атады. Үшіншісі билеп атады қайттан. И мынау ұйықтап атады. Өзі 30 секунд болып кетті, бәрі 5 секундтан салынды, значит. Жақсы, енді конкуренцияның видеосын аламыз. Конкурентінің видеосы 11 секунд. И және де музыкасын отдельно скачать етіп алдым. Получается бізде осылай болады. Енді қараңыздар. Мен қазір конкуренциясының видеосын тыңдаймын. Мына жақта есік ашылады. Мен яғни мынаны қайып келем. Негізі конкуренция видеосы керек емес, мынаны звуктан қарабақ қысқартып отыра беруге болады екен. Мына мынаны қоям. Потом мына жақта есік ашылады. Мына алып келем. Мынау бүйтіп атады. Мынаны алып тастайын. Мынау неғып кіріп кеткен. Бізге ұйықтап ататын қайда. Мынауға. Болды. Осылай 6 кадр салдық. Енді видеоролик дайын десек те болады. Былай жасадым. Бірақ та бұл жақта светтен өзгеріс бар. Бірақ қандай біз уже көріп алғаннан кейін біз түсініп тұрамыз да, чоп-почем қалай екен. Бірақ адам бірінші рет көрген кезде ол нәрсені байқалмай қалуы да мүмкін. Енді сіздерге экранды үлкейтіп көрсетейін қалай шыққан. Міне видеоролик осындай. Енді конкуренттің видеоролик қандай екен, өздеріңіз бана каналға кіріп көріп кетсеңіздер болады. Флэш деген. Сол жақта вроде айырмашылығы жоқ. Жақсы видеоролик шықты менің ойымша. Сондықтан мен бұл салып, даже қаралым жинай алам. Бұған мен оған сенімдім. Өйткені мен бұл осы анимацияны телефон арқылы жасап салған болатымын. Сол кезде маған бірінші тестовый просмотр берді. 30.000 просмотр берді, соны тоқтап қойған болатын. Енді мен бұны компьютер арқылы істеген кішкене уже качествосы жақсырақ болады. Енді қызықты сұрақ. CapCut программасын қалай премиум версиясын тегін қолданамыз? Сіздерді нақты экспорт деген басқан кезде про версиясы шығып алады. Бірінші подписка жаса, содан кейін ғана экспорт жасалынады деп. Өйткені нақты сіз эффект, переход, субтитр сол нәрселерді қолданасыздар. Оның бәрі премиум версияда ғана қолданысқа жарайды. Енді сіздер ол кезде не істейсіздер? Оны мысалы сіз өзіңіздің жасаған материалдарыңыз барлығын бүйтіп выделять ете аласыздар. Мен мысалы қазір сіздерге көрсетемін. Мұны выделять етесіздер, и мышканың оң жағын басасыздар да создать сборный клип под проект дегенді басасыздар. Сіздерге осы бір проект ретінде шығарып береді. Енді қайта мышканың оң жағын басасыздар, и мына жақта предработать сборный клип под проект дегенді басасыздар. Сіздердің аяқта экспортациямен жүріп жатыр. Экспорт яғни 100%-ға жетті. Енді қараңыздар. Мен қазір видео работаға кірем. Өзінің сохранить ететін жері болады сіздерді. Тауып аласыздар. CapCut Drafts деген папканы.
соның ішінде сіздердің сохранить еткен жұмыс істеп жатқан проектілеріңіз сохранить етіліп тұрады. 0402-2 мысалы менде 0402-2 осыны кіремін, ең аяқта мына папка кіреміз, resource деген, ең аяқта combination деген кіреміз. Мына видео, мына ошақтан сіздер скачать етіп аласыздар. Яғни бағанада экспорт жасайсыздар, болды. Видеоларыңыз ошақтан скачать етіп аласыздар. Подробно кірсек, мына қараңыздар, 1080-де 1920 30 кадр в секунду. Бұл жақсы. Яғни сіздің качествоңызды кесіп самайды бәрі қалай сіз жасайсыз, қалай экспертация жасайсыз, мына жақта тура солай сізге шарп береді. Мен осыны қолданып жүргеніме уже біраз болып кетті. Яғни мен видеороликтарды, ютубқа видеороликтарды осы арқылы жасаймын. Осылай экспертация жасап, видеороликтарды осылай дайындаймын. Егер де достар осы ақпараттарым пайдалы болса, лайктарыңызды басып кетіңіздер, келесі бейнероликті күтіңіздер, тағы да сіздерге қызықты ақпараттар өте көп бөлісетін, және де мен Telegram арнада тіркеліп кетіңіздер, Telegram арнада ютубтан тыс ақпараттарды шығарып отырамын. Келесі бейнероликте көріскенше.